Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде 3 сыныптың қазақ тілі 72-ші сабақты өтетін боламыз. 24-ші жаттығу. Мәтіндерді оқып, олардың қайсы көркем мәтін, қайсы ғылыми танымдық мәтін екенін анықта. Білесің бе бұл істі? Зергерлікке кім дайын? Балқытып ап күмісті, сапырады судайын. Осы жұмыс ырғағы, білезік пен алқаны, сақинаны сырғаны, күміс сымнан тартады. Деген екен, бұл өлең жолдары Фариза Оңғарсынова ақын апамыздың өлең жолдары болатын. Келесі екіншісі. Зергер алуан түрлі сәндік бұйымдар мен әшекей заттарды айшықтап жасаушы. Қазір зергер жасайтын бұйымдардың көбі механикалық әдіспен шығарылады. Алайда зергер жасаған дара бұйымдар өз құндылығын жоғалтқан жоқ. Қазақ мәдениеті энциклопедиялық анықтамалығынан алынған екен. Бірінші бағандағы өлең жолдары көркем мәтін, ал екінші бағандағы мәтін ғылыми танымдық мәтін болып табылады екен. Екі мәтінге ортақ тақырып не деп ойлайсың дейді. Екі мәтінге де зергерлік өнері туралы айтылған. Екі мәтінге ортақ бір ат қоюға бола ма? Болса, сен қандай ат қояр едің деген сұрақ. Зергерлік өнер деген ат қоюға болады, е? Кім зергер? Туынды зат есім, түбірі зер, гер, жұрнақ болады екен. Не зергерлік? Туынды зат есім, түбірі зер, гер, зергер, лік бұл жұрнақ болып табылады екен. 25-ші жаттығу. Мәтіннің қатесін түзеп жаз дейді. Зат есімдерді тауып, олардың қайсы негізгі, қайсы туынды екенін айт деген екен. Алтын мен күмістен әшекей бұйымдар жасайтын зергерлер ел ішінде аса құдіретті болған. Олар әйелдерге арналған сырға, сақина, білезік, белдік, жүзік, ал ерлерге арнап кісе, шақша, балдақ жасаған. Негізгі зат есімдер алтын, күміс, әшекей, бұйым, әйел, сырға, сақина, жүзік, ер, кісе, шақша, балдақ. Ал туынды зат есімдер зергер, білезік, белдік сөздері болады екен. Келесі 26-шы жаттығу. Өрнектерге және олардың түсіне қарай әріптерді қойып мақалды оқы дейді. Мақалды жаз және ондағы зат есімдерге жұрнақтар қосу арқылы туынды зат есім жаса деген екен. Сонда бізде өнер алды қызыл тіл деген мақал шығады екен. Өнер, өнерлі, өнер паз, тіл, тілші, туынды зат есімдер жасап алған болатынбыз. Келесі 27-ші жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Құрып қойған өрмегін ұршықтарын ойнатып, сәнді мата өрнегін жасайтын кім жайнатып деген бізге жұмбақ берілген екен. Бұл жұмбақтың шешуі тоқымашы болады екен. Өрмек, өрмек сөздерінің және жұмбақ шешуіндегі сөздің мағыналық айырмашылығын түсіндір. Өрмек, өрнек сөздерінің және жұмбақ шешуіндегі сөздің мағыналық айырмашылығын түсіндір дейді. Өрмек алаша шекпен тоқу үшін қазыққа керіліп тартылған жіп екен. Ал өрнек дегеніміз әртүрлі үлгімен істелген оюлы бедер көркемдік түр әшекей болады екен. Тоқымашы дегеніміз өндіріс жағдайында мата тоқу ісімен шұғылданатын шеберді айтады екенбіз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы.